сапалы өмір сүремін, бақытты сәттерім көп болсын десеңіз, бірінші өзіңізге шын ұнайтын іспен ғана айналысыңыз. Әрбір табыс шыңына көтерілген тұлғаның ісіне көз салатын болсақ, ол миллионер болсын, ол әнші, спортшы болсын, өте көп еңбек еткен тұлғалар. Ал оларды соншалықты көп еңбек етуге итермелеген ол қандай күш десеңіз, ол өз істеріне деген махаббаты, жақсы көру қасиеті болып табылады. Яғни Ардақ Назаров спортты жақсы көрмесе, одан жекпе-жектен әлемнің 3 дүркін чемпионы шығар ма еді? Ал егерде Мейрамбек Беспаев әнді сүймесе, өнерді қатты құрметтемесе, Қазақстан құрметтейтін мықты өнер иесі атанар ма еді? Әрине жоқ. Кез келген кәсіптің өз қиындығы бар. Бірақ сол қиындықтарға көз жұма қарауға, адамды жігерлендіре, жоғары сүйреуге жетелейтін күш, істеп жүрген кәсібіңе деген махаббат. Өмір тым қысқа. Сол қамшы сабындай шолақ өмірде өз уақытыңды, энергияңды ләззат бермейтін іске жұмсау қай қырынан қарасаңыз да үлкен ақымақтық. Сондықтан ақшасы көп іспен емес, өзіңізге ұнайтын, жаныңызға ләззат сыйлайтын іспен ғана айналысыңыз. Сонда ғана ақша, атақ сізге өзі келеді. Екіншіден, бір орында тұрмай ізденіңіз. Оқыңыз, дамыңыз. Бір орында қозғалыссыз, көлшік болып тұрған су не істейді, білесіз бе? Ол сасиды. Жаман иістер шығарады. Тура сол секілді оқусыз, жұмыссыз, дамусыз жүрген адам да қозғалыссыз тұрған көлшік сияқтанып сасып, айналасына негативті энергия бөледі. Ондай адамның өмірінің мәні де, сәні де аз болатыны белгілі. Неге десеңіз, бір орында қозғалыссыз, дамусыз жүрген адам ол айналасына бағанаға айтқанымдай негативті энергия бөледі. Ал өзіңіз айтыңызшы, негативті көзқарастағы адаммен кім қарым-қатынас жасағысы келеді? Кім ол адаммен араласқысы келеді? Кім ол адаммен бизнес әріптес болғысы келеді? Бақыт дегеніміздің өзі адамдармен қарым-қатынас емес пе? Ал егерде сізді қолдайтын, шабыт бере алатын адамдармен араласа алмасаңыз, қарым-қатынас жасай алмасаңыз, әрине сіз өзіңізді мықты сезінесіз. Ал таудан аққан өзен суы қандай? Тұп-тұнық, тап-таза. Соған ұқсас оқып, талпынып жүрген адам да өзін-өзі жақсы сезінеді. Антон Чехов айтқандай, депрессиядан шығудың ең оңай жолы әрекет ету. Сол сияқты бұл өмір, планета, бүкіл ғалам, бұл жердегі әрбір өскен өсімдік немесе жануар таңның атқанынан күннің батқанына дейін тыпырлайды. Әйтеуір өмір сүрудің жолын қарастырады. Яғни орысша айтсам, выживает. Сол сияқты, егерде бақытты сәттерім көп болсын десеңіз, бақытты минуттар, бақытты сағаттар көп болсын десеңіз, бір орында тұрмай, дамылсыз еңбек етіңіз. Біздің асқазанымызға белгілі бір деңгейде күнделікті азық-түлік керек. Себебі онсыз адам өмір сүре алмайды. Миға күн сайын жаңа ақпараттар керек, ал жаңа ақпараттар алудың ең дұрыс жолы кітап оқу, санаңды дамытатын фильмдер қарау. Сондықтан бір орында тұрмай, дамыңыз, тыпырлаңыз, еңбек етіңіз. Үшінші, өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізді жиі еске алыңыз. Жиі еске алғанмен қатар, өзіңізге арнап арнайы жетістік бөлмесін жасап қойыңыз. Мысалға, түрлі американдық фильмдерден қарасаңыз, сол фильмде басты рөлді сомдаған адамның өзінің кабинеті болады. Ал кабинетте оның кіммен суретке түсті, қай жылы қандай медаль алды, қандай грамоталар алды дегендей нәрселер керемет болып ілініп тұрады. Тура сол іспеттес өзіңіздің жетістіктеріңізді жиі есіңізге түсіретін арнайы бір бөлме жасап алыңыз. Бөлме болмаса, өзіңізге міндетті түрде жетістіктердің альбомын жасап алыңыз. Яғни, кішкентай кезден бастап жеткен жетістік грамоталарыңызды барлығын жинап, саяхатқа шыққан жердегі фотоларыңызды жинап, барлығын бір альбом етіп жинап алыңыз. Көңіл күйіңіз түсіп кеткен кездері сол альбомға қарап, қанаттанып, кәдімгідей бойыңызға күш жинап, болашаққа деген ұмтылыс, болашаққа деген сенім пайда болады. Өйткені сенім мен бақыт екеуі егіз ұғым. Сенім жоқ жерде адам өзін бақытты сезінуі екіталай.
өзіңізге жеткен жетістіктердің барлығын теріп қағазға жазып жүріңіз. Оны Бодо Шефер жетістіктер кітапшасы дейді. Яғни күн сайын қандай жетістікке жеттіңіз, бүгін қандай жақсы әрекет істедіңіз, соның бәрін кем дегенде 5-еуін қағазға түсіріп отыру керек. Ал ол сіздің сеніміңіздің құлдырамауына, яғни сенім өзегіңіздің шытынамауына жағдай жасайды. Осының әрқайсысын есте ұстаңыз. 4. Болашақ жайлы ойлаңыз, армандаңыз. Армансыз адам қанатсыз құспен тең деп қазақтың мақалында айтылғандай, жиі армандаңыз. Өйткені адамды шабыттандыратын, адамды ұмтылдыратын ол бір-ақ нәрсе, ол оның мақсаты, арманы. Сондықтан міндетті түрде күнде кешкісін және таңертең өзіңіздің арманыңызды орындалғандай етіп көз алдыңызға елестетіңіз. Яғни алам деген үйіңіздің ішіндегі төсекке жатып көріңіз. Алам деген машинаңызды ойша, қиялыңызды айдап көріңіз. Бастысы сол, болашаққа деген үмітіңізді өшірмеңіз. Өйткені өмір ол да бір күрес, өзінше бір ойын. Ал көп азартный ойындарды қарасаңыз, казиноларды қарасаңыз, букмекерский контрольдарды қарасаңыз, қаншама адам ол жерде кезекке тұрып ақшаны ойынға салғанын көресіз. Не үшін дейсіз бе? Белгілі бір деңгейде ұтысты ұту үшін. Адам табиғатынан биікке ұмтылғанды қалайды. Болашаққа деген талпынысы ол адамның негізгі табиғатында. Сондықтан өзіңізге міндетті түрде мақсат қойып, арманыңызды жазып, сол арманға қарай ұмтылыңыз. Адамның ең құрыған жері, адамның ең тозған кезі, адамның ең азған кезі өзінің алға қойған мақсаттарын ұмытқан кезі. Сондықтан алдыңызға нақты мақсат жазып, сол мақсаттарыңызды күн сайын көз алдыңызға елестетіп, орындалғандай етіп, соған қарай ұмтыла беріңіз. Мен саған сенемін. Бәлкім сені танымаймын, көрмегем. Жан деп білем, сыйласқанға төр берер. Мақсатың бар, сезем достым ішімнен, күдігіне көңіліңнің көнбеген. Қызықтырып жүрген шығар сені де, өр тұлғалар өз ісінде өрлеген. Сенем саған әлі-ақ асу аларсың. Ұмтылғанның, ұтылғанын көрмебе. Жайлап-жайлап жеңістерге жетерсің, баспалдақтан бастау алар төр деген. Қариясың, мүмкін жассың, баласың. Жасыратын жалқаулығын шаласың. Өмірдің бұл өткелдері қызық қой, кей сәттерде қайғасында қаласың. Сенем саған, өзгерерсің, өсерсің. Жүрегіңде жалындатар бар асыл. Аллам саған қуат берген, күш берген. Қажымасаң, қалауыңды аласың. Адамсың ба, әлде досым шаршаған. Сырт айналды, саған сенбей қанша адам. Қол жеткізбей жүрген шығар алыстап, армандарың ақ жүрекпен аңсаған. Сенем саған, берілмеші қаймықпа. Қаймықпаған тастар теріп тау салар. Соңғы демің таусылғанша тырмысқың, шал болсаң да қауқары жоқ қаусаған. Деп ойлама, жылайын бе, күлсем бе. Сенем саған, үйсіз күйсіз жүрсең де. Өз-өзіңді төмендетпе, жерлеме. Проблема бар сияқты бір сенде. Бақыт үшін күресе біл қашанда, бейшара боп жалаң аяқ жүрсең де. Сағанда бір көктем келер ұмтылсаң, шығар жол бар қай үңгірге кірсең де. Сенем саған, танымайтын қандасым, көңіліңде бір күмәнің қалмасын. Мақсатыңа маңызы бар жетерсің, потому что миға толы бар басың. Ең бастысы сол миыңыз ми болып, жобаң үшін жұмыс істеуден талмасын. Аман жолдан бастау алған сенімді, сіздің жүрек өзгелерге жалғасын. 21 ғасыр талабы немесе заманның түлкі болса тазы боп шал. Шабыт келсе қолына қалам алар, қиялданып ғаламды аралаған. Ойшылдарша үлкен ой мен тастайын, өткені мен бүгінін саралаған. Санасы бар әр адам ойға батып, осы өлеңнен орынды сабақ алар. Өз-өзін оятып талаптанар, бір оқыса еріншек салақ адам. Арпа алысып құлқынары, әр адамда бір жүрек бұлқынады. Болашағын ойлаған байыпты адам, ұлты үшін үлкен іске ұмтылады. Ісін қалар ғасырлық ғаламат боп, сауық сайран бір күнде ұмтылады. Ұлылардың жолын оқып іздеп,
азайсын арзан ойдың жұлқылауы. Болмасаң да ұқсап бақ деген екен абайдай адамзаттың бір туары. Санала да мәні бар сөзгереді, көгеру боп, көктеу боп көздегені. Өзіңді өзгерт, ойыңды, бойыңды өзгерт. Сонда ғана өмірің өзгереді. Тірлігіңді қолыңа ал, түгілмегің, нәләма қоғамды, өзгелерді. Сан адамдар сарғайса кедейлікте, қиындықта беріліп төзбегені. Одан қалса білім ап, еңбектенбей, болмағаны мақсаты өздегені. Шығынданып сылтауды досы қылып, әрекетсіз көбейткен сөз көлемін. Төзім менен білімді серік етсең, бұйрады байлығың көздегенің. Қара құрттай кілемді кертіп алған, күйгелекті қоғамның дерті болған. Ащы сумен қу шайтан баласынды, ақылын ап талайды ертіп алған. Дүлеймен дос болғандар дабылым сол, ессіздікте қай әкең серті қалған. Бұл заманда ащы су бағашпайды, жүректі жеп санаңның еркін алған. Ащы су шабыт берер домбыра емес, шаршағанда шалқайып шертіп алар. Толыққанды табысқа бет бұрғаның, ұстамдылық иманы серті болар. Тулап жатқан өмірді теңіздейміз, сол теңізден біз бақыт сезінбейміз. Түсіп алып теңізге ескек екпей, жаңа жағалауларды неге іздейміз. Жұмысыңа 100% барды салу, ұран қылып осы ойды негіздейміз. Ойларым көп, тыңдасаң ерек етер, айта берем деп тұрсаң керек етем. Талпынғаның талабы ұшталсыншы, о Құдайым рух бер, береке бер. Әр адам өзін өзі басқарсыншы, азайып дос дұшпаны келек етер. Заманды кінәлама кірін іздеп, ынжық болмай нәпсіге ерек етер. Заманның түлкі болса тазы боп шал, дана ойлы бір адам деген екен. Табысымыз сапалы өмір сүруге жетпесе, не істеу керек? Бірінші, ақша табу қабілетіңізді дамытыңыз. Неге десеңіз, сіздің аз айлық алатыныңызға мемлекет немесе сіз жұмыс істейтін компания кінәлі емес. Сіздің қабілетіңіз қаншалықты бағалы, соншалықты айлық төленеді. Яғни көп айлық алу ниетіңізде болса, көп кездесе бермейтін, бірақ қатты қажет қабілеттерді өз бойыңызда дамытыңыз. Мысалы, базарда арба итеруші қанша көп жұмыс істесе де аз айлық алады. Неге десеңіз, арба итеру денсаулығы бар әр адамның қолынан келеді. Арба итеруге бас қатырып, жүйке тоздырып керек емес. Дәл солай бағаланады. Ал сайт жасау қабілетін көп адам меңгермеген. Ондай мамандар нарықта арба итерушіден қарағанда аз. Десе де, сайт жұмысымен айналысатын контент-менеджер немесе программист әр компанияға керек. Қаншалықты керексіз, соншалықты ақша табасыз. Осыны есте ұстаңыз. Екінші, өз ісіңізді жоғары деңгейде меңгеріңіз. Компанияға кіріс кіргізуге көмектесіңіз. Өзіңізге тапсырылған жұмыс шеңберінде қатып қалмай, сізден күткеннен қарағанда көбірек жұмыс істеңіз. Ол бухгалтерия немесе сату ісі болсын. Немен айналыссаңыз да сол істі терең зерттеп, жоғары деңгейде меңгеріңіз. Мен компания жұмысының өрлеуіне, еселенуіне қалай әсер ете аламын деген сұрақты өзіңізге және компания директорына қойыңыз. Ойға келген идеяны бастығыңызбен бөлісіңіз. Егер құп көріп жатса, тез іске кірісіңіз. Бастысы, сіз компания үшін ауыстыра алмайтын жоғары деңгейдегі маманға айналу керексіз. Есте ұстаңыз, сізге көп жұмыс істегеніңіз үшін ақша бөлінбейді. Көп жобаларды шешіп, компанияны алға жылжытқаныңыз үшін кіріс көлемінің ұлғаюына әсер еткеніңіз үшін төленеді. Сіз шын мәнінде таптырмас жұмысшыға айналсаңыз, міндетті түрде бонустар бөлінеді, айлығыңыз көтеріледі. Ол анық. 3. Жеке кәсіпкерлікпен айналысыңыз. Өмірде көп ақша тауып, жағдайды тез жақсартып алудың өзгермес жолы бар. Ол кәсіпкерлік. Тек кәсіпте ғана өзіңіз қанша тапқыңыз келеді, ол тікелей сізге байланысты. Егер де бастаған кәсібіңізді ерінбей, қорықпай дамытсаңыз, ақшаның астында қаларыңыз сөзсіз. Ал кәсіпті қалай ашып, қалай тез дамытып, үлкен табысқа жету сізді ойландырса, менің кәсіпкерлік құпиясы атты кітабымды оқып, бизнес-тренингтеріме қатысыңыз. Ойым емес, жай айтылған тек менің. Ұмтыла бер арманыңа, шыңдарға, талаптыға, тағылатын сын бар ма? Дайын болғын, даналықты аңсасаң, болаттайтын өз-өзіңді шыңдауға.
жүрегіңе қайғытасын батырма, қалсаң дағы тоқырау да тақырда. Сөйлегендер сөйлей берсін сөздерін, ісіңді ойла, басты босқа қатырма. Кезің бұлар сүрінетін құлайтын, сөз қылады туысқандарың шыдай тұр. Үй түреді керуен көшер жолымен, ақша емессің барлығына ұнайтын. Сен бет бұрсаң өркендеуге өсуге, үмітіңді қорқынышпен өшірме. Рухыңды жиып алып жүрекке, сенім атты медаль таққын төсіңе. Өмір күрес деген екен ұлылар. Бұл ойдыңда түсінгенге шыны бар. Алам десең бақыт атты жүлдені, жалқаулықты шалып түсіп жығып ал. Қысқа қайырымдар. Таң ғажайып көмек күтпей аспаннан, миды босат, бос қиялдан ластанған. Фундаменті әрбір үлкен жеңістің тек еңбекпен, қара термен басталған. Бұл өмірден тәтті жеміс үзеді, еңбегімен елден ерек асқандар. Жұмысыңа 100%-ға жұмылып, күш-қуатты бос қиялға шашпаңдар. Оралмайды өкінгенмен өткенің, ал болашақ ойыңдағы көктемің. Болашағың ойландырса шынымен, осы шақта дұрыс терді төккенің. Деп осылай жол нұсқайды ұлылар, ойым емес жай айтылған тек менің. Түсінсең досым, өмір дегенің өткелдер, өткелден өтсең тосады алдан көп белдер. Өмір дегенің ұрмайды сені соқпайды, тәрбие берер сабақ алдырып өткеннен. Түсінсең досым, өмірді сүру дегенің, қоғамға беру пайдалы нәрсе керегін. Жобалар жасап халқына тиер пайдасы, капитаны болу ой сана дейтін кеменің. Езілме қазақ, ерінбе қазақ. Езілме қазақ, ерінбе қазақ. Тектілік жатыр тегіңде ғажап. Сабырда сынбас емендей болып, туыңды тіккін төзімге озат. Қажыма қазақ, қайғырма қазақ, қасиеттеріңді айбынға балап. Өмірде бәрі өтерде кетер, қара бұлт басқан қайғыңда қалады. Ұмтылған қазақ, жұлқынған қазақ, ұлыларыңдай ұлтыңның азат. Мақсатың үшін, жақсатың үшін, беріліп бекер болмағын қазақ. Басылма қазақ, тасынба қазақ, тәубасы болар асылда ғажап. Тұншығып жатқан таланттарыңды еліңе сыйла, жасырма қазақ. Керілме қазақ, ерінбе қазақ, ойымды айттым өзімше сөз ап. Белестеріңді бағындырмастан, босыңсымағын берілме қазақ. Күтіп жатқан көп әлі көктемдерің, өткеріп өмірдің көп өткелдерін, көмек күтпей келесің көптен тегін. Тәубе деп тағдырыңа тірлігіңе, қиындықты кезіккен көп көрмегін. Түннен кейін таң атар талаптанғын, күтіп жатқан көп әлі көктемдерің. Көктемдерің алдыңда көк белдерің, жеміс беріп көктейді еккендерің. Өмір заңы неексең соны арасың, айтшы қалқам бірдеңе еккен бедің. Тапжылмай таң қаларлық күтпе жеміс, суланбаса еңбекпен шекпендерің. Нәтижең аз кешіксе кектенбегің, табыссыз бола қоймас төккендерің. Сондықтан сабырыңа бой алдырғын, өмір алда тағы да оянды күн. Түңілме, тірлігіңе қапаланба, міндетім сол ұйқыдан ояндыру. Табысты болам дейсің бар ынтаңмен, табыс деген еңбекке бой алдыру. Есепсіз, сарап даусыз өткен өмір, ол мағынасыз өмір. Кейде айналаға көз салсақ, адамдардың өмір сүріп жүргеніне қарап қарның ашады. Көп адамдарды түсінбейсің. Бәріне де бір көп уақыт берілген сияқты. Анализсіз, жоспарсыз, мақсатсыз, идеясыз, әйтеуір жүгіріп жүр. Яғни өзеннің ағысы сияқты. Мына өмір қай жаққа бара жатыр, сонымен ғана жүр. Әркім өз өмірін өзі жасағысы келмейтін сияқты. Сондықтан ағайын, сапалы өмір сүріп, егерде шын мәнінде мағына мән болсын десеңіз, әр күніңізді есеппен, әр қадамыңызды есептеп басып, әр аптаңызға, әр айыңызға қорытынды жасап, сол қорытындыға сеніңіз. Осылайша өзіңізді дамыта білгеніңіз абзал. Ол үшін өзіңізге күн сайын есеп беріңіз. Мен не істеп жүрмін және не істедім, қандай жетістікке жеттім, жақын күндері қандай жетістікке жете аламын. Есті кісілердің қатарына қосылғың келсе, өзіңе күніне бір рет немесе аптасына бір рет
болмаса айына 1 рет есеп бер деп Абай Құнанбаев айтпақшы. Көп адам өзіне осы сұрақты қоймайды. Яғни қағазға нақты қылып неге жеткеніңізді, не істеп жүргеніңізді нақтылы жазып жүріңіз. Сонда ғана сізде қағазға жазылған түрде күніңіздің есебі болады. Есепші де есепті қағазға жазып тапсырады емес пе? Сол сияқты сіз де есепті өзіңізге жазбаша түрде тапсырыңыз. Міндетті түрде өзіңіздің күндік, айлық, жылдық мақсатыңыз және жоспарыңыз болсын. Мен бір кітапта айтқанымдай жоспарсыз, мақсатсыз жүрген адамды жүгенсіз жүрген есектей әркім мініп алғысы келеді. Кезінде біз ауылда жүгенсіз жүрген есектер болса, оны отырып айдап кететінбіз. Тура сол сияқты жоспары жоқ адам ертең не істеп не қоятынын, ертең қандай істер істейтінін білмейді.